Қайырлы күн оқушылар, біз сендермен бүгін үйірменің үйретері көп тақырыбында сабақ өтетін боламыз. Сабаққа барлықтарыңа сәттілік тілеймін. Мұқият тыңдап, тапсырмаларды жақсы орындайды деген сенімдемін. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты аса қиын емес. Эссенің кіріспе негізгі қорытынды бөлімдерін сақтай отырып эссе жазу, туынды және күрделі сөздерді ажырату және оларды жазылым, айтылым барысында қолдана алу. Балалар, үйірме дегенді сіздер баяғыдан естіп жүрсіздер. Әркім мүмкін өзінің қызығушылығына сай мектепте үйірмеге де қатысуы әбден мүмкін. Үйірме дегеніміз жалпы ол әркімнің қызығушылығына сай ұйымдастырылатын оқу танымды қызмет түрі. Ол мектепте болуы мүмкін, мектептен тыс үйірмелерде болуы мүмкін. Мәселен, біріміз домбыра үйірмесіне, немесе біріміз шахмат үйірмесіне, немесе біріміз пәндік үйірмелерге қатысамыз. Олардың түрлері төмендегідей болып жіктеледі екен. Мәселен, саз үйірмесі. Оған домбыра, баян, қобыз, сырнай үйірмелері кіреді. Бұл жерде әркім өзі қызыққан аспабына, ойнайтын аспабына сәйкес осы үйірмелерге қатысады. Сондай-ақ спорттық үйірмелер бар. Ол жерде шахматты, немесе шашқаны, немесе күрес, теннис, суда жүзу, баскетбол, волейбол сынды тағы басқа ойын түрлерін үйренуге болады. Және осыған сәйкес жетекшінің көмегімен өзіңіздің қызығушылығыңызды шыңдап, ары қарай тіпті сіздің мамандығыңызға да ұласып кетуі әбден мүмкін екен. Сондай-ақ пәндік үйірмелер бар. Мәселен, математика пәнінен, немесе орыс тілі пәнінен, химия пәнінен. Кейде оқушылар осы пәннен мен кішкене төмендеу едім деп қатысып та жатады. Ол да дұрыс. Сондай-ақ өнер үйірмелері бар. Мәселен, оларға би, хор, драмалық үйірме, мәнерлеп оқу сынды үйірмелер жатады. Мәнерлеп оқу үйірмесінде, мәселен, оқушыларды шығармаларды мәнерлеп оқуға, көркем шығармаларды талдауға, ақындардың өлеңдерін жаттауға, көркем әдебиеттерді оқуға баулып жатады екен. Қол өнер үйірмесі бар. Бұл әсіресе көбіне қыздар қызығатын үйірменің бір түрі. Ол жерде тоқыма тоқу үйірмесі, кесте тігу, түрлі ойыншықтар тігу сынды болып ары қарай жіктеле береді екен. Сондай-ақ техникалық үйірме, жас техниктер станциясы, машина жасау, қайықтар жасау. Бұған әдетте ұл балалар қызығады екен. Сондай-ақ эстетикалық үйірме бар. Ас мәзірін дайындау, жұмсақ ойыншықтар жасау деген сияқты. Мысалы, өздеріңіз білесіздер, қазіргі уақытта ас мәзіріне қызығатын түрлі торттарды пісіретін, әр түрлі сәндеу, безендіру сынды үйірмелердің түрлері дамып келеді. Бұл заманға сай заманауи үйірмелер. Яғни осы жерлерде де аспаздықтың қыр-сыры үйретіліп жатады. Балалар, енді күрделі сөздерді еске түсірейік. Күрделі сөздер кемінде екі сөздің бірігуі, қосарлануы, тіркесуі арқылы жасалады екен. Балалар, есте сақтаңыздар. Күрделі сөздер екі сөздің деп тұр. Бір ғана сөз болуы мүмкін, бірақ олар кейде бірігіп кетеді, кейде бір-бірімен қосарланады. Сондықтан күрделі сөздер мынандай төрт түрге ажыратылады екен. Біріншісі біріккен сөздер. Бұл екі не одан да көп сөздердің бірігуі арқылы жасалған сөздерді айтады екенбіз. Мәселен, өнер және кәсіп деген сөздер бірігетін болса, онда олар өнер кәсіп деген сөз шығады. Ал енді қыс және күн деген сөздің бірігуі арқылы қысты күні деген сөз шығады екен. Егер тек қана қыс, өнер деген сөздер жасалатын болса, онда біз оларды айтамыз. Бұл түбір сөз және бұлар күрделі сөзге жатпайды дейміз. Сондықтан балалар осы жерде мұқият болыңдар. Келесі түрі ол қос сөздер. Қос сөздер екі сөздің қосарлануы арқылы жасалады. Яғни олар дефис арқылы ажыратылады. Мәселен, ата-ана, бала-шаға, құрбы-құрдас, жора-жолдас деген сынды. Екі сөз қосарланады. Сондай-ақ қысқарған сөздер. Мәселен, Қазақстан Республикасы деген екі сөз басқа әріптері қысқартылып, қыры деп беріледі. Сондай-ақ оқыму Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті немесе АКТ
ақпараттық коммуникативтік технологиялар деген сынды. Бұл жерде әрбір сөз қысқартылып айтылып тұр. Келесі тіркескен сөздер. Келе жатыр 65. Балалар, тіркескен күрделі сөздерді кәдімгі сөз тіркестерімен шатастырмаймыз. Себебі бұлар бір сұраққа жауап береді және бір сөз табы болады. Қарасаңыздар, келе жатыр не істеді? Келе жатыр, немесе қайтты? Келе жатыр. Бұл жерде етістік болып тұр. 65 қанша? 65. Сондықтан балалар, сөз тіркесі мен тіркескен сөздерді бір-бірінен ажырататын кезде мұқият болыңдар. Балалар, енді кітаптан тапсырма орындаймыз. Кітапта Нұрдәулет Құттыбек деген оқушының үйірмеге қызығушылығы туралы жазылған. Осы мәтінді оқып, мәтінге ат қойыңыздар. Сондай-ақ осы жерде қою әріппен жазылған сөздердің тұлғасы мен құрамына қарай ажыратыңыздар. Мысалы, Нұрдәулет Құттыбек деген сөзді алайық. Қалай ойлайсыңдар? Қандай сөзге жатады? Күрделі сөз бе, әлде туынды сөз бе? Күрделі сөз, себебі кім? Нұрдәулет Құттыбек деп екеуі де бір сұраққа жауап беріп тұр. Екі сөзден құралып тұр. Күрделі сөз оның ішінде тіркескен сөздерге жатады екен. Дәл осылай басқа сөздерді де талдап шығамыз. Балалар, мұқият боламыз. Күрделі сөздермен қатар ішінде туынды сөздерде кездеседі. Екінші тапсырма. Абайдың ұлағатты сөзін түсініп оқып, жаттап алыңдар. Балалар, Абайдың 175 жылдық мерейтойы осы жылы кең көлемде аталып өтті. Сондай-ақ, Абайдың туған күніне қарсы өзінің туған өңірі Семей өңірінде Абайға арналған үлкен мұражай кешені ашылды. Оны ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өзі барып, лентасын қиып, тұсаукесерін жасап, ашып қайтты. Жаңалықтардан хабардар болсаңдар, осы жерді көрсеңіздер болады. Өте керемет етіп салынған. Енді Абайдың дәл осы еңбекке байланысты айтылған нақыл сөздерінің бір қатарын жаттап алайық. Егер ісім өнсін десең, ретін тап. Еңбек қуаныш, жалқаулық арылмас азап. Еңбексіз мал дәметкен, қайыршылық. Жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық, аздырар адам баласын дейді. Балалар, сондай-ақ біз өткен сабақтарда эссенің жазылу құрылымын өткен болатынбыз. Эссенің кіріспе негізгі қорытынды бөлімдерін сақтай отырып, оқуда табысқа жетуім үшін не істеуім керек тақырыбында эссе жазыңыздар. Бүгінгі тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңыздар. Сіздерге сәттілік тілеймін.